осындай үлгідегі видео кітапшаны қалай дайындаймыз? Ол үшін өздеріңіздің компьютерлеріңіздегі кез келген браузерге кіріп, іздеу жолағына render forest деп осылай жазамыз. Осы кездегі шыққан бірінші сілтеменің үстін басамыз. Осы кезде бізде осындай экранның беті ашылады. Жоғарғы жаққа қарасаңыздар, видеос дегеннің үстін бассаңыздар, бізге мынандай бөлімдер ашылады. Осы жердегі 4-ші жолдағы слайды шоу дегеннің үстін басамыз. Және бізге осы кезде түрлі слайд шоуды жасайтын арнайы белгілерді көрсетеді. Осының ішінен қалаған біреуін алып жасай беруімізге болады. Енді қазір сіздерге қазіргі хит болып жатқан кітап үлгідегі видеоны көрсетейін. Мына жердегі осы жердің үстін бір рет басамыз. Бір рет басқаннан кейін мына жердегі көкпен жазылған Great Love дегеннің үстін бір мәрте шертеміз. Тілін орысшаға ауыстырып алсаңыздар да болады. Және бұл сервиске тіркеліп аласыздар. Егер Google аккаунттарыңыз болса, Google аккаунттарыңызбен кіре берсеңіздер болады. Енді осы жерден қалаған бір бөлімге кірейік. Мысалы, мен мына жерді таңдаймын. Таңдағаннан кейін осы жерде Edit Template дегеннің үстін бір мәрте шертеміз. Міне сол кезде бізге астыңғы бөлімге қарасаңыздар, мынандай түрлі бөлімдерді көрсетіп берді. Енді осы жерлерді өзіміз қалауымызша өзгерте береміз. Енді мына жерге қарасаңыздар, осы жерге біз бірінші сурет қоюымыз керек. Яғни осы жердің үстін бір мәрте шертеміз, одан кейін мына жердегі екінші load деген үстін басамыз. Және өзіміздің алдын ала компьютерімізге жүктеп алған кез келген бір суретті сол жерге қоямыз. Мысалы, менде мына суретті қоямын. Открыть батырмасын бассақ, міне ол суретіміз осы жерге келіп түседі. Және мына жердегі когдон деген сөздің үстін басамыз. Енді бірінші суретіміз қойылды. Енді мына жердегі ағылшынша жазылған жазуды өзіміз өзгертеміз. Яғни ол жазуды өшіріп тастаймыз. Сосын оның үстіне мысалы өзіміздің фамилиямызды жазып қойсақ болады. Конарова Алтынай. Енді мына жерді де жазып қойсақ болады. Мысалы бұл жерге жылды жазып қоямыз. 2022, 2023 деп қояйық. Save and close деген үстін басамыз. Міне бұл бірінші бетті осылай жасадық. Енді келесі бетке мына жердегі белгі болып тұрған жердің үстін бір рет басып, осы жердегі мынау загрузканың белгісі тұр ғой, осыны басып, енді бұл жерге де өзіміз алдын ала дайындап қойған суреттеріңізді, енді жасап жатқан видеоларыңызға байланысты суреттерді қоясыздар. Енді мен сіздерге мысал ретінде кез келген мына жерде бір суретті қоя салайын, өзімнің суретімді. Көкті басамыз. Енді мына жерге сурет қою керек. Тағы да загрузканың үстін басып, осы жерден енді көлденеңнен тұратын сурет екен. Яғни осы жерден бір көлденең тұрған бір суретті қоямыз, открытті басамыз. Және мынау көктегі жазуды басамыз. Сонда міне бізде екінші бөлімде, бірінші бөлім, екінші бөлім қойылды. Енді келесі үшінші бөлімге тағы да қоямыз. Енді мына жерге, жалпы бұл жерге кітаптың атауын жазсаңыздар болады, немесе бір тақырып деген сияқты. Мысалы, сіздерге мысал ретінде бұл жерге бір тақырып жазайық. Мысалы, информатика әлемі деп қояйық. Информатика әлемі. Мына жерге де өзгертіп қоюыңызға болады. Информатика әлемі. Аты жөнімізді, немесе мектебімізді жазып қояйық. Қаратөбе. Қаратөбе негізгі орта мектебі деген сияқты. Save and close деген үстін
басамыз. Енді мына жерде өзі бүйтіп қызыл сызықпен көрсетіп тұр. Мына жерге біз 2 сурет қоямыз, ал мына жерлерге біз жазу жазамыз. Сонда мына жердегі жазған жазуымыз, ол мына кітаптың тігінен тұрған кездегі мынау ағылшынша жазу тұр ғой, осының үстіне түседі мына жердегі жазуымыз. Ал мына жерге қойған жазуымыз, ол мына кітаптың мынау жанына келіп түседі. Өзі мынау инструкциясын көрсетіп қойған. Мына суретіміз қазір мына бетке түседі, мына суретіміз артына барып түседі деген сияқты. Енді бізге қазір осы жерге 2 сурет қоюымыз керек болады. Енді осы суреттің үстін басамыз, тура жаңағыдай іс-әрекетіміз. Сөйтеміз да өзіміз алдын ала жүктеп қойған суретімізді осы жерге әкеп қоямыз. Осы жерде туралап қойып аламыз, және мына жердегі көктің үстін басамыз. Енді мына жерге де сурет қою керек болады. Тура сол әрекет. Енді бұл жерге де бір суретімізді қояйық. Открыть. Міне, ал енді 2 сурет қойылды. Енді қалған жеріне мынау жазу жазатын орынды көрсетіп тұр. Енді осы жерге жазуымызды жазамыз. Мысалы, кітаптың атын жазу деген сияқты. Мысалы, информатика. Мына жерге цифрлық сауаттылық деп, енді мысалы ретінде сіздерге көрсетіп жатырмын. Цифрлық сауаттылық. Мүмкін басқа да сөз жазсаңыздар болады. Бұл бөлім кетті. Енді келесі бөлім. Егер мына жердегі бөлімдерді қоспаймын, егер қысқа қылып жасаймын дейтін болсаңыздар, мына жердегі мынау корзинаның белгісін бір рет бассаңыздар, ол былай өшіп кетеді. Қазір сіздерге бір қысқалауын жасап көрсетейін. Келесі де тура осындай екен. Енді осы жерге де тағы бір жазу жазамыз. Мысалы, информатика апталығы. Тура жаңағыдай осы жерге жазамыз. Егер бұл көрінісі ұнамаса, артқа қайтып, басқа көріністерді де алсаңыздар болады. Информатика апталығы, тапқыр информатика деп қояйық. Мына жерге сурет қоямыз, тура жаңағы іс-әрекетті қайталаймыз. Алғысқа сертификаттарымызды да осы жерге қойып қойсаңыз болады. Келесі бұл жерге де бір сертификатымызды қойып қоя салайық. 1, 2, 3. Енді мына жерде тағы біреуіне қойып кетейік. Бұл жерге де сурет қою үшін үстін бір рет шертеміз. Загрузка деген белгінің үстін басып, бұл жерге де мысалы бір суретімізді қоя салайық. Келесі мына жерге де тура солай бір суретімізді қоямыз бұл жерге де. Міне, енді мынау соңғы кадр қалды. Енді соңғы кадрдың үстін басып, бұл жерге де бір суретімізді қоямыз. Мысалы, бұл жерге қандай сурет? Мысалы, сурет қоя салайық. Туралап жөндеп орнына келтіріп аламыз. Енді name деп тұр, аты жөнімізді жазсақ болады. Мына жерге YouTube каналымыздың сілтемесін жазып қоюға болады екен. Мысалы, мен өзім YouTube каналының атауын жазып қояйын. Инфобілім. Олға инфобілім деп қоя салайын. Email адрес дейді, электронды почтамызды немесе Instagram аккаунтымызды жазып қойсақ болады. Мысалы, енді мен электронды почтамды жазып қоя салайын. Konarova80@mail.ru. Міне болды, біз барлық бөлімдерді осылай жасап шықтық. Енді осы төбесіне қарасаңыздар, превью деп деген тұрады. 4-ші осының үстін басамыз, музик деген жанындағы. Енді осы жерден fast preview дегеннің үстін бұлайна бір мәрте басамыз. Осы кезде біздің жаңағы жасаған
көріністеріміздің барлығы жүктеледі. мына жерде көріп тұрсыздар ғой, тиынның суреті, иә, астында загрузка жүріп жатыр. Қазір осы загрузка толық біткеннен кейін біз өзімізге жүктеп аламыз. Менің каналыма тіркеліп, комментарий бөліміне өздеріңіздің әдемі пікірлеріңізді қалдыра кетіңіздер. Әріптестеріңізбен, достарыңызбен бөлісуді ұмытпаңыздар. Осындай креативті үлгідегі видео кітапшаны өздеріңіз жасап алсаңыздар болады. Міне қазір 19% болды, 23% болды. Мынау қазір толық мына жерге шейін жүктеледі. Жалпы бұл renderforce.com деген сервисте біз түрлі логотиптер жасауға болады. Келесі бейне сабақтарым осы логотип жасау туралы болады. Және де түрлі анимациялық бейне сабақтар, анимациялық сабақтар жасауға болады. Тіпті презентацияларды да осы renderforce сервисінде жасауға болады. Бұл сервистің бір кемшілігі, бұл жерде жаңағы жазатын тіліміз, қазақша тілі кей жағдайларда қазақша әріптерді қабылдамай қалады. Міне жүктеліп жатыр. Сіздер қанша, мына жерде астында жаңа шықты ғой, қанша кадрды таңдасаңыздар, егер көп таңдайтын болсаңыздар, сіздің загрузкаңызда көп уақыт алады. Міне жүктеліп те болды. Енді оны осы жерден предварительный просмотры шығады. Алдын ала қалай шыққанын көріп алсаңыздар болады. Егер бір жерінде өзгеріс енгіземін, қайтадан басқа сурет қоямын, немесе бір жерінде қате жазылған жазу болса, edit батырмасын басу арқылы жаңағы бейнелеріңізді қайтадан өзгерте берсеңіздер болады. Енді қазір біз бұны көреміз, қалай шыққанын. Міне қазір осылай біздің жасағандарымыз осылай шығады. Осы кезде алдын ала көріп шығасыздар. Мысалы, мына жерде мынаның астына бір жазу жазып кету керек екен. Мысалы, оны да осы жерден edit дегенді басып, қайтадан өңдеп жіберсеңіздер болады. Мына жерге де жаңа жазуымыз түспей қалған екен. Осы жерде де қайтадан editті басып, қайтадан өздеріңіз өңдеп жөндеп жіберсеңіздер болады. Міне былайша осылай жасап шығамыз. Енді бұны қалай өзіміздің компьютерімізге жүктеп аламыз? Ол үшін мына жерге барсаңыздар, менде Алтынай Конарова деп тұр. Мен өзімнің аккаунтыммен тіркелгенмін. Сіздер де өздеріңіздің аккаунттарыңыз болса, аккаунттарыңызбен тіркеліп аласыздар, болмаса регистрация жасап тіркеліп аласыздар. Тіркелу жолы өте оңай. Енді осы жерде басқаннан кейін, мына белгіні басқаннан кейін, мына жерге астына таман барсаңыздар, видеос деген тұр. Біздікі видео болғандықтан осы видеос дегеннің үстін бір мәрте былай шертеміз. Шерткен кезде бізге қазір осы жерден скачать деген шығады, download деген шықты. Осының үстінен бір мәрте бассақ, ол біздің өзіміздің компьютерімізге барып, загрузка бөліміне жүктеледі. Жүктеліп болды, показать все деп, қазір осыны жасаған дүниемізді көретін боламыз.
Міне көріп тұрғандарыңыздай осылай компьютерімізге жүктеп аламыз. Сіздермен бірге болған мен Алтынай. Каналыма тіркелуді ұмытып кетпеңіздер, өздеріңіздің пікірлеріңізді қалдыра кетіңіздер, және осындай креативті үлгідегі видео кітапшаларды өздеріңіз жасап алсаңыздар болады. Сау болыңыздар.